Абай атамыз айтады, міне ақылдысың ба дейді, ақылың бар ма? Ақылды адамға дейді, иман парыз дейді. Сену керексің Аллаға, пайғамбарға, дінге, ақирет күніне, ертең өлімнен кейін қайтадан тірілетін күн бар, сұрау бар, есеп бар, осының бәрі судың да сұрау бар деген әңгімеге сен сенуің керек дейді. Иманды болсаң. Ал енді иманды болсаң, онда сен ғибадат, құлшылық парыз саған. Ақылды адамға иман парыз, иманды адамға не парыз дейді? Ғибадат, құлшылық парыз дейді. Сен дәлелде деп отыр ғой мынаны қара сатысымен. Ақылың бар ма? Дәлелде иманды бол. Имандымын дейсің ба? Дәлелде де ғибадат, құлшылыққа құла деп отырды. Сен не менің тілімді алмайсың? Сен не Абайдың тілін алмайсың? Сен не пайғамбардың тілін алмайсың? Сен не деген адамсың өзі? Сен кімсің өзі? Сен қалай боламыз енді? Сен мен қалай сөйлесем деген сияқты. Сен мен енді қалай сөйлесем дейді ғой. Бұл қиын ғой. Жігіттер, надандықтың ең үлкен деңгейі өзің білме, ақылды адамдардың, өзгелердің тілін алма дейді. Өзі білмейді, шіркін. Және де ақылды бір адамдар келіп ақыл айтып тұрса, сол ақылында тілін алмайды да. Сөзге көнбейді да, сөзге тоқтамайды.